Бүгінгі видеода энергетикалық сусынның зияны және қандай ауруға әкеліп соғады, сол туралы білетін боласыздар. Осы энергетикалық сусынды ішіп жүрген адамдар көп. Сондықтан да бұл маңызды ақпаратты достарыңызға, таныстарыңызға, барлық адамдарға тарата жүріңіз. Энергетикалық сусынды ішкенде қандай ауруға шалдығады, сол туралы біліп жүрсін. Және де лайк басып тіркелу батырмасын бассаңыздар болады. Алдын ала рахмет достар. Соңғы кезде энергетикалық сусынға тәуелді болып бара жатқанымды байқадым. Энергетикалық сусындардың зияны бар ма? Горилла, Дези тағы басқа қаншалықты зиян, денсаулыққа, жүрекке зиян деп жатады. Осы туралы ақпарат айтсаңыз деп комментария жаза кеткен оқырманымыз үшін жауап. Энергетикалық сусындар мысалға Red Bull, Gorilla тағы басқа сусындардың кемшіліктері. Энергетикалық сусындарды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Максималды мөлшерде күніне 2 рет ішу керек. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамында қант деңгейін көтерілуіне әкеліп соғуы мүмкін. Энергетикалық сусындар Франция, Дания және Норвегияда ресми түрде рұқсат етілмеген және дәрі ретінде тек дәріханаларда сатылады екен. Ал бізде керісінше кез келген жерде бар. Энергетикалық сусындардың құрамындағы дәрумендер мультидәрумендік кешенді алмастыра алмайды. Жүрек аурулары бар, гипо немесе гипертониямен ауыратын адамдарға энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етті деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ешқандай энергия жоқ, ол тек энергияны қоздырушы екен. Яғни біз өз энергиямызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарыз шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түрінде пайызбен қайтаруға тура келеді. Не дейді тағы? Сонда ішкен адамдар осы энергетикалық сусынды банкке қайтарған сияқты пайызбен қайтарып отыра ма? Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамында кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді. Глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте зиян. Көптеген энергетикалық сусындардың құрамында көп мөлшерде Б дәрумені болады. Бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ-қолдардың дірілдеуіне себеп болады. Энергетикалық сусынның ережелері: бір күнде 2 құтыдан асырмау керек. Спорттық жаттығулардан кейін де энергетикалық сусындар ішпеңіз. Спорттық сусындарда қан қысымды көтереді. Энергетикалық сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жас өспірімдерге, егде адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғалыс және кофеинге сезімтал адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Сусынның әсері тараған соң ағзаға күш жинау үшін демалыс қажет. Энергетикалық сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жас өспірімдерге, егде адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғалыс және кофеинге сезімтал адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Энергетикті бір рет қана ішу қауіпсіз, бірақ оны күнделікті тұтынатын болсаңыз, мұның ақыры жүйке жүйесіндегі проблемаларға әкеліп соғады екен. Депрессия мен күйгелектік, пессимизм бой көтереді дейді диетолог. Энергетиктерді бас көзіне қарамай жөнсіз тұтыну қан қысымының жоғарылауына, бас сақинасының пайда болуына, жүрек ырғағының бұзылуына және асқазан ішек жолдарының проблемаларына әкеліп соғуы мүмкін. Газдалған сусынды көп мөлшерде ішу асқазанның қышқылдығын жоғарылатып, іштік кебуі мен диареяны тудыруы мүмкін деп ескертеді мамандар. Мен айтуым тек ескерту, ал ішу-ішпеу ол өз еркіңізде. Бірақ та барынша бұндай зиянды заттардан алшақ жүргеніңіз дұрыс болады. Денсаулық ең басты байлық. Денсаулықты бір құртып алсаңыз, кейін оны қалпына келтіру қиынға соғады. Сондықтан да көбіне табиғи компот шырыны, көже, шұбат, қымыз секілді табиғи сусындарды ішуге кеңес беремін. Видео пайдалы болды деп ойласаңыздар, алтындарым, каналыма тіркеліп лайк басып және осы сусынды тұтынатын, ішетін адамдарға тарата жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.